Ер адамды сыйлау бірінші сұрағымыз. Ер адамды не үшін сыйлау керексіз? Тіпті ұрысса да, тіпті көзіңізге шөп салса да сыйлау керексіз бе? Сыйлау деген нені білдіреді өзі? Сыйлау деген адамның айтқан сөзін құнсыздандырмау, яғни бірдеңе айтып жатса, иә, қоя салшы, бересің бір нәрсені демеу. Шын айтып тұрмын десе, жоқ сен олай айтпадың, жоқ сен ұмытып кеттің деп шындығын құнсыздандырмау. Пікірін соңына дейін тыңдап, ақыл-кеңес сұрамаса, ақыл-кеңес бермей, тек қана пікірін тыңдап алу. Әр іс-әрекетіне өзі біледі ғой, өзі жауапты деген көзқараспен қарау. Сыйлау деген адамның өтірік айтып тұрғанын білсең де, оған мен саған сенемін деп айту. Соңғы сөздеріме қарсы шығарсыз, бірақ мен саған сенемін деген сөздердің қандай ғажап күшке ие екенін білгендіктен ғана сіз қарсы болып тұрсыз. Бұл сөздер еріңіздің арын, ұятын, сыйластығын оята алады. Сізге керегі тек өтірік айтса да, шындықты айтса да, еріңізге қарап, жаным мен саған сенемін деп айту. Ал егер олай айтпасаңыз, керісінше сенбеймін десеңіз, еріңіз сізге шындығын ашып, сізге растығын дәлелдейді деп ойлайсыз ба? Жоқ, ол сізден одан сайын бәрін жасырып және маған бәрібір сенбейді деген ойымен сізден алшақтай бастайды. Егер еріңізбен қарым-қатынасты жақсартқыңыз келсе, еріңізде сыйлап бастау керексіз. Ол үшін ең бірінші пунктте адамға сену. Тым болмаса сеніммен деп айту. Не үшін ер адамды сыйлау керексіз? Ойлап қараңызшы, бір-бірін сыйламайтын адамдар ұрысқанда қандай сөздер айтып ұрысады? Ал сыйлайтын адамдар қалай ұрысады? Қай жұптың қарым-қатынасы ұрыстан кейін жақсара түседі? Негізі конфликт, яғни ұрыс-керіс екі жұптың арасын жақсарту үшін керемет инструмент бола алады. Бір-бірін сыйлайтын адамдар ұрыс кезінде кемсітумен, кінәлаумен айналыспайды. Олар ұрыс кезінде түсініспеушіліктің себебін анықтап, келесі жолы сол себеппен қайта ұрыспау үшін өзара келісімге отырады. Еріңіз сізді сыйлап бастағанын күте берсеңіз, солай күтіп өліп кетуге де болады. Тек саналы адам ғана екінші жұпқа әсер ете алады. Мүмкін сіз саналы адам болып, жұбыңызға әсер ете аласыз, қалай ойлайсыз? Сіз менің кітабымды алып, қазір оқып отырсаңыз, сіздегі ниет ара қатынасты жақсарту ғой. Сіз ажырасу үшін кітапты алған жоқсыз ғой, олай болса келесі сезімдерді мұқият оқып түсінуіңіз керек. Сіз ер адамды себепсіз сыйлай бастасаңыз, арыңыз ешқашан жақсармайды. Адамды сыйламасаңыз, сол адам үшін себепсіз жақсылық жасағыңыз келмейді. Себепсіз жақсы көргіңіз келмейді. Ол адамды сіздің сыйламайтыныңызды сезіп, дұрыс қатынас көрсетпейді. Сонымен бұның шығу жолы болмайды. Не үшін сыйлауым керек деген сұрақты әлі қойып жатырсыз ба? Өзіңіз үшін, өзіңізді бақытыңыз үшін, өзіңіздің тыныштығыңыз үшін, еріңізбен бақытты күн кешу үшін және ең бастысы Алланың разылығы үшін. Бұдан кейін де неге сыйлауым керек деп ойлансаңыз, еріңізбен бірге өмірді жалғастыруыңыздың мәні болмас. Қалай сыйлай бастаймын? Бұл енді дұрыс сұрақ. Еріңізді сыйлап бастау үшін сізге бірнеше кеңес беремін. Соны қазірден бастап өміріңізде қолданып бастаңыз. Күнде азанда оянған соң, іштей мен күйеуімді Аллах разылығы үшін сыйлаймын деп айтыңыз. Еріңіз сізге сөйлеп жатқанда нәзік дауыспен жауап беріңіз. Еріңізге күн ара ыңғайлы сәттерде мен сені су үшін сыйлаймын ғой деп кездейсоқ айтып қалыңыз. Тілмен айтылмаған дүние көзге көрінбейді. Сол үшін еріңізді сыйласаңыз да, бірақ дауыстап оған айтпасаңыз, еріңіз бұны байқамауы да мүмкін. Еріңізге бүгіннен бастап мен сені осы үшін, сол үшін сыйлаймын ғой деп айтып тұрыңыз. Мысалы, еріңіз әңгімеде бір үйсіз қайыр тілеген адамға 100 теңге бергенін айтты. Сіз осы моментті қолданып, жаным, жүрегім жұмсақ қой, сені осы үшін қатты сыйлаймын деп айтыңыз. Немесе еріңіз сізге бір талап қойып, мынаны істе деп бұйырған болса, күлімсіреп айтсаң болады ғой. Болды ғой, қатты айтсаң да сені сыйлағандықтан бұлжытпай орындаймын деп айтып қалыңыз.
құлақпен естілген дүние жүрекке барады. Сіздің де жүрегіңізге баратынына сенімдімін. Тіліңізбен айтып бастағанда миыңызда жаңа нейронды байланыс дами бастайды. Еріңіз жайлы жаңа ой қалыптасады. Жеңу үшін жеңілу техникасын жасаңыз. Ерінбеңіз, әдейі айтысып, спорт етіп бастаңыз. Еріңіз дәл осы ситуацияда ашуланып, өзінің пікірін дәлелдеп бастауы керек. Ол дәлелдеп жатқанда сіз бірден негізі сенікі дұрыс жаным. Мен неге басқаша істегенімді білмеймін, дұрыс ойламаған сияқтымын деп айтыңыз да үндемей қалыңыз. Еркек не десе де үнсіз қала беріңіз. Ол шоктан сіздің бет пердеңізді шешкісі келетін болады. Сізді өтірік келісіп тұр деп ойлап эмоцияға шығарғысы келетін болады. Бірақ сіз провокацияға берілмеңіз. Бұл техникадан кейін еріңіздің сіз жайлы ойы бірден өзгере бастайды. Сіздің әйелдік рөлді ұстанғаныңызды көріп, ұрысты жалғастырмай кешірім сұрап асты үстіңізге түсетін болады. Сыйластық жоқ жерде махаббат жоқ екенін түсініңіз. Еріңізді жақындату үшін сізге махаббатты ілгері қоймау, сыйластықты ілгері қою керек болады. Мысалы, біздің ойымызша жақсы көретін адам қызғану керек. Жақсы көретін адам көп көңіл бөлу керек, жақсы көремін деп айту керек. Бірақ бұны сізге ұмытуға тура келеді. Бүгіннен бастап махаббат жайлы, жақсы көру жайлы емес, сыйластық жайлы ойлап, сыйлайтын адам не істейді деп ойлау керексіз. Ал сыйлайтын адам дауыс көтермейді, міндеттенбейді, әр нәрсені айтып тиіспейді, қызғанышпен шақырмайды, ұрысты бірінші бастамайды, көңіл бөлші деп сұрамайды. Бүгіннен бастап еріңізбен сөйлесіп жатқанда, еріңізді әрекетті ұнамай қалғанда, оған бірден реакция бермей тұрып, осындай ситуацияда сыйлайтын адам не істейді деп өзіңізге сұрақ қойып отырыңыз. Келесі тақырыпта ер адамды түсіну, не үшін ер адамды түсіну керек деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Өте керемет тақырып, күнделікті өмірімізге қажет. Соның үшін келесі видеоны өткізіп алмаңыздар.